педагогикалық ұжымда ерекше білім беруді қажет ететін әртүрлі санаттағы балалармен жұмыс істеуді қарастырады. Білім берудің әртүрлі деңгейдегі барлық мемлекеттік білім беру ұйымдарында арнайы педагог лауазымы бар. Психологиялық медициналық педагогикалық ұжымның қорытындысына сәйкес барлық ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар арнайы түзету көмегін ала алады. Ерекше баланың ерекше дарынын ашу үшін қоғамға кіріктіру жұмыстарын жасау қажет. Осындай мақсатпен ерекше білім беруді қажет ететін балаларға ерекше көңіл бөлген бәйтерек бөбекжайында инклюзивті қолдау кабинеті бар. Ол кабинетте тәрбиеленушілердің дамуына барлық жағдай жасалған. Инклюзия кабинетінде арнайы мамандар жұмыс істейді. Атап айтқанда, педагог, психолог, дефектолог, логопед. Осы арнайы мамандардың арқасында ерекше білім беруді қажет ететін тәрбиеленушілер болашақта биік белестерді бағындырады деген сенімдемін. Балалар, ойыншықтармен ұқыпты ойнаймыз, бір-бірімізбен дос боламыз, тату ойнаймыз бір-бірімізбен. Балалар, бір-бірімізбен ұрыспаймыз, бір-бірімізбен дос болып ойнаймыз. Жүріңдер балалар, қызықты ойындар ойнаймыз, қазір бәріміз бірге дос боламыз, тұрыңдар, орындарымыздан тұрамыз. Балалар, қазір біз сіздермен қызықты ойын ойнайтын боламыз. Біздің ойынымыздың аты ғажайып түстер деп аталады. Тұрған шарларды кедергілерден өту арқылы жинап, ұяшықтарға салатын боламыз. Келістік пе? Жарайсыңдар, ойынымызды бастаймыз. Бізге респект көрсетеді балалар. Барлығымыз респекттің жасаған іс-әрекетін бірге қайталайтын боламыз. Респект келе ғой. Қорғақ бассейн ойындары тірек қозғалыс аппараттарында проблемалары бар. Жүйке жүйесінде ерекшеліктері бар балалар үшін өте пайдалы. Қорғақ бассейндегі ойындар баланың психоэмоционалды жағдайын жақсартады. Бассейннің қауіпті толқындарынан өтіп, түстерді реттілігімен қорапшаларға жинау баланың ой өрісінің дамуына, түстерді ажыратуына, жалпы танымдық белсенділіктерінің артуына ықпал етеді. Балалар бірлесе ойнай отырып, бір-бірімен өзара қарым-қатынаста болады. Бір-бірімен жақын ойнауға деген ептілігі мен ықыласы артады. Балалар бұл ойын арқылы негізгі түс атаулармен таныс болады. Балалар, біз ойынымызды өте жоғары деңгейде аяқтадық. Ұяшықтарға сәйкес түстерді салдық. Балалар, сіздерге ойын ұнады ма? Өте жақсы. Өзімізге қошемет білдіреміз балалар. Жарайсыңдар. Балалар, біздің ойынымыздың аты ғажайып ермек саз деп аталады. Мына суреттегі бос орындарды ермек саздың көмегімен толтыратын боламыз. Жарайды ма? Жарайсыңдар, жұмысымызды бастаймыз. Ермексазбен жұмыс баланың шығармашылық қабілеттерін, ұсақ моторикасын, төс заттардың пішіні туралы түсініктерін дамытатын, жалпы жүйке жүйесіне жақсы әсер ететін өте маңызды іс-әрекет. Психикалық даму үшін бала қолында ермексазды илегенде, одан әртүрлі пішіндегі бөлшектерді жасағанда, оларды бір-бірімен байланыстырғанда, тегістеп созғанда қолдың ұсақ моторикасы дамиды. Ол сөйлеудің дамуына және қозғалыстарды үйлестіруге тікелей әсер етеді. Есте сақтауын және логикалық ойлауын арттырады. Денсаулық пен эмоционалды әл-ауқаты үшін тыныш ойындар мен жүйелі жаттығулар ұйқыны қалыпқа келтіруге және шамадан тыс белсенділікті азайтуға көмектеседі. Жеке даму үшін ермексазбен жұмыс балаларды пішін және түс ұғымдарымен таныстырады. Негізгі қимыл қозғалыс дағдыларынан басқа табандылық пен ұқыптылыққа баулиды. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың мінез құлқын өзгертіп, айналаға төзімділікпен қарауды үйренеді. Балалар, біз өз жұмыстарымызды өте жоғары деңгейде аяқтадық. Енді қолдарымызды мына тұрған қызыл сүлгілермен сүртетін боламыз. Балалар, біздің келесі ойынымыздың аты судағы дөңгелектер деп аталады. Мына суда тұрған дөңгелектерді ілгіштің көмегімен ыдысқа жинайтын боламыз. Келістік пе?
аясында жұмысымызды бастаймыз. Акватерапия суды қолдану арқылы балалардың дамуындағы әртүрлі ерекшеліктерді түзету әдісі. Сумен ойнау әр бала үшін табиғи және қолжетімді әрекет түрі. Сөйлеу бұзылыстары, психикалық дамуында тежелістер бар. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеуде акватерапиялық әдістерді белсенді қолданған дұрыс. Акватерапияның негізгі мақсаты баланың физикалық дамуына ықпал ету, тактильді кинестетикалық сезімталдығы мен ұсақ моторикасын дамыту, судағы жүйелі жаттығулар аурулардың алдын алады және ағзадағы емдеу процестерін қалыптастырады. Зейінді шоғырландыруға, логика мен сөйлеуді дамытуға ықпал етеді. Ойындар оптикалық дисграфияның алдын алады. Сондай-ақ баланың гиперактивтілігін азайтуға да көмектеседі. Балалар, біз өз жұмыстарымызды ұқыптылықпен, табандылықпен, төзімділікпен аяқтадық. Жарайсыңдар. Ерекше бала болашақ нана. Ерекше білім беруді қажет ететін балалар қазіргі қоғамның ерекше бір бөлшегі. Біздің, яғни арнайы педагогтардың мақсаты ерекше балаларды дамыту, қолдау көрсету, ата-аналармен бірлесіп жұмыс жасап, дұрыс бағыт-бағдар беру. Өз ортасында еркін сезінуге жағдай жасау, құрдастарымен дұрыс қарым-қатынас жасауға, достық сезіміне тәрбиелеу, үйрету болып табылады. Ойын арқылы ерекше білім беруді қажет ететін балаларды ортаға бейімдеу процесі мектепке дейінгі кезеңде қолайлы болып келеді. Ойындар балалардың қарым-қатынас және қозғалыс қажеттіліктерін қанағаттандырады. Ерекше балалар әлемін тереңірек танып, өмір тәжірибеміздің мейірімнің дәндерін қондыру біздің жұмысымыздың мәні. Балалар, бүгін мен сіздермен бірге түзету дамытушылық ойнайық та ойлайық тақырыбында оқу қызметімізді бастаймыз. Оқу қызметімізді бастамас бұрын, қане барлығымыз шаттық шеңберінде жинала қояйық, тұрамыз. Балалар, отырайық. Олай болса балалар, мен сіздерге ойын түрінде көптеген тапсырмалар алып келдім. Кәніке, барлығымыз оқу қызметімізді бастайық. Кәні ойыннан бастайық. Бұл ойынның атауы аз және көп. Ендеше мен сендерге көп затты айтамын, ал сендер жазғы түрде айтасыңдар, яғни бір ғана затты айтасыңдар. Кәнеке, ағаштар маған, ағаш дейді. Гүлдер, жарайсың. Терезелер, терезелер, жарайсың. Гүлдер, ормандар, жарайсың. Орамалдар, ағаштар, жарайсың. Балапандар, жарайсың. Құстар, құс, жарайсыңдар балалар. Сендер көпшілігі жеке-жеке айналдыра алады екенсіңдер. Ендеше ойынымыз сендерге ұнады ма? Жарайсың. Есте сақта, ойынымыздың аты не жоқ. Қазір мен сендерді кезек-кезек шақырамын. Келесіңіз. Сендердің өздеріңді жұмамын. Үстел үстінде не жоқ екенін айтасыңыз. Жарай ма? Алдымен мұқият столдың үстіне қарап аламыз. Үстелде не
Al endişe bolar. Men Shahram. Meri kelaman. Kel. Ben de karabal sağlarım. Qanday gaplar ekan karabalarmiz? Jaraydi, qarabadim ben. Endişe ko'zimda Javamiz. Endi men qarayman. Muhayap qarayman. Ne yo'q? Kitap do'stlar? Ya. Rahmat meniki. Kitap ekan. Al kelesi kim chiqadi o'yinga? Rasm kilo. Birinchi stolning ustidagi xatlarni qaraman. Bitta bormi? Jaraydi. Endi ko'zimni yumamni bir dasta jo'q qilib qo'yaman. Do'stlar nima bo'ldi? Do'stlar jaraysin. O'rnina qo'yamiz. Lan yaxshi qilsa keltir ekan. Birinchi undan qarab. Do'stlar nima bo'ldi? Durust, jaraysin. Al kelesi. Birinchi muhayap qaraman. Stol ustidagi o'yinchilarni, qurollarni qarab oldingmi? Jaraydi, ko'zimda shumamiz. Bunday qarab tur. Endi men shu qilaman. Do'stlar qarab. Quvur saatlik do'stlar? Ya. Durust. Al endi. Aslim do'stlar qarab. Najaga qo'shaqlar. Al do'stlar qarab. Meni tildi va qo'yan bor. Stol ustida ne yo'q? Stol ustida muhayap qarayman. Muhayap qarayman. Ne yo'q? Mashina yo'q dedi. Do'stlar? Ya! Ya, jaraysin. Al endi o'yinga qo'yamiz. Rasul. Qizil yashaydi. Abdurahman bir suratni jasad bo'ldi o'zi. Hani durust, adimi. Durust yasaversinlar bolalar. Yerga qarang.
орындадық. Енді біздің келесі көңіл күйімізді көтеретін ритмикалық қимыл қозғалыс жасау. Олай болса, көңілімізді көтерейік, ритмика арқылы, әуен арқылы қимыл қозғалыс жасайық бәле. Жарайсыздар балалар, көңіліміз көтерілді ма? Олай болса, біздің келесі тапсырмамыз. Ол құммен байланысты балалар. Ал енді бізде арт терапиясы бойынша құмға сурет салуымыз керек. Алдымен біз саусақ жаттығуын жасап алайық. Қане. Мейлі. Жарайсыңдар, қолымыздың сыртын ұқалаймыз. Жарайсыңдар, қайтадан жұдырығымыздың сыртын ұқалаймыз. Бір дөңгелек, екі дөңгелек. Бір қайсы, екі қайсы. Балалар қайшын ешін бәсек? Дұрыс айтасыңдар. Bir şanıştı, iki şanıştı. Valla şanıştı ne işin gerek? Doğru sayıdarsınlar. Al şimdi. Maalesef sayılar. Dobın, domala. Kayda gittin domala. Жарайсыңдар. Ал енді дөңгелектің жан-жағындағы шуағын саламыз. Мери, жарайсың. Жарайсыңдар. Әне қарап шығай. Жарайсың аяғым. Жанет әдемі салған екен. Аржымдың күн шуағы мол екен. Сәлем. Бұрын қарда топырағымызды текстеп алайық. Мұқият қараймыз. Қараңдаршы балалар. Қандай сурет көріп тұрмыз? Иә, дұрыс, толқын сияқты. Енді біз неше түрлі белгілермен суреттерін саламыз кәне. Мейлі. Асықпай саламыз, қара. Міне. Асықпай саламыз. Жарайсың, галпарды көтеріңіз, дұрыс. Жарайсыңдар. Қарда топырақтарымызды тестейік.
сызбамыз үш бұрышқа ұқсайды. Біріккен көп үш бұрыш екен. Қараймыз екен. Алада салды. Жарайсыздар. Енді құмға саламыз. Мұқият қараймыз. Бұл толқынға ұқсағанмен, бірақ бұрыштары бар. Қане. Мери, саламыз бен. Мери суретке қараймыз. Бұрышы болады. Ой, жарайсың. Мери, бірақ үш бұрыш болу керек. Міне мынадайына. Ал, балалар, біздер үйрек сызып, толқын сызып, сызықтарды салдық, иә? Енді мен сіздерге пішіндер көрсетемін. Балалар, мынау қандай пішін? Тек төрт бұрыштың неше бұрышы болады? Төрт бұрышы болады. Жарайсыздар. Тек төрт бұрыштың суретін салайық кәден. Міне, мереге болған екен. Жарайсыздар балалар. Жарайды. Аяру. Жарайсыңдар. Тек төрт бұрышты салып болған болсақ, топырағымызды қане. Енді біздің келесі геометриялық пішініміз қандай балалар? Төрт бұрыш, дұрыс айтасыздар. Қабырғалары тең төрт бұрыш. Бұнда қанша бұрышы бар? Төрт. Жарайсыңдар. Суретін салайық. Мери болды, және сала қойсыз. Дұрыс, және салды. Жарайсыңдар. Топырағымызды тағы да кездесіп текстке қояйық. Пішіндерін көрсеткім келіп тұр. Мынау қандай пішін? Үш бұрыштың қанша бұрышы бар? Үш бұрышы бар. Дұрыс айтасыңдар. Үш бұрыштың суретін салайық. Үш бұрышқа мұқият қараймыз. Гауһар дұрыс. Дұрыс, және аяру үш бұрыш қандай болады? Абду үш бұрыш қандай болады? Жарайсыңдар. Енді балалар, келесі біздің геометриялық пішініміз қандай екен? Дөңгелек. Неге ұқсайды? Түсі қандай? Дөңгелектің бұрыштары бар ма? Дұрыс айтасыңдар. Ал мынау қандай пішін? Сопақша. Түсі қандай? Дұрыс айтасыңдар. Көп. Ендеше балалар, бұл екі пішіннің де бұрыштары бар ма? Жоқ. Жарайсыңдар. Сол қапталымызға күннің суретін саламыз. Сол жағымыздағы топырақ құмға. Келесі оң жағымызға сопақша пішінді саламыз. Қане, кім қалай тез салады екен? Қарайық. Екі пішінді де сендердің алдарыңызға қоямын. Екі пішінді де қарап отырып. Дұрыс. Енді сопақша сал. Міне. Жарайсыңдар. Сол жақ қапталыңызға дөңгелек салуыңыз керек. Астым дұрыс, өте жақсы. Өте жақсы. Аяғы өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Пішіндерді салып болды. Ол тапсырманы да орындады.
Балалар, бүгінгі қызметімізде бізде қандай тапсырмалар орындады? Қандай ойындар ойнады? Не жоқ ойыны? Сіз айтасыздар, сауысақ ойыны, добын, жарайсыңдар. Саятшамен құрастырсыңдар адам бейнесіне және құмға не салып замир дұрыс айтады, геометриялық пішіндер салған екенбіз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі оқу қызметіміз сіздерге ұнады ма? Жарайсыңдар, олай болса орнымыздан тұрайық, сау болыңыз деп қоштасайық. Сау болыңыз. Мен Гүлзира Тоқбергенқызы Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 2 Жанар бөбекжай бақшасында тәрбиеші қызметін атқарамын. Біздің бақшамызда көптеген балалар тәрбиеленіп келеді. Сондай-ақ ерекше білімді қажет ететін балаларды да қабылдаймыз. Топтағы балаларды бірінен бірін бөле жармаймыз. Менің тобымда да ерекше білімді қажет ететін Бопыл Мерхан атты бүлдіршінім тәрбиеленуде. Менің іс тәжірибемде кездескен СПР диагнозы қойылған тәрбиеленушімді топқа тез бейімделіп кетуі үшін дәстүрден тыс ойындар, жаттығулар, бала қызығып ойнайтын ойын түрлерімен жұмыстандым. Көбіне жұмыс түрі ойын түрінде жүргізілді. Себебі Мерхан бөбекжайға алғаш келген кезде сөйлеу тілі мүлде жетілмегендіктен ойын әрекеттерін көбірек қолдандым. Ең алдымен Мерханның жағдайымен танысып, ата-анасымен кездесіп, ортаға бейімделуін бақыладым. Сондай-ақ баланың даму жағдайын, танымдық деңгейін байқау үшін жоспар бойынша зерттеу жүргіздім. Қызығушылығы, сөз түсінігі, нұсқауды қабылдауы, заттарды сәйкестендіруі, көлемі бойынша, түсі бойынша ажыратуы анықталды. Мерханның даму деңгейі орташа деңгейде екенін анықталды. Нұсқауды түсініп орындайды. Ойлау қабілеті жай, сөйлеу тілі жетілмегендіктен білгенін айта алмайды. Баланың жан-жақты дамуына әсер ететін ойын түрлерін ойнатуды жөн санадым. Ең алдымен ұйымдастырылған оқу қызметін бастамастан бұрын жақсы көңіл күй сыйлау үшін балаларды нейрожаттығу арқылы тақтадағы өздеріне ұнаған бейнелерді көрсету арқылы құшақтап амандасып аламыз. Себебі бұл амандасудың мақсаты балалар мен тәрбиеші қарым-қатынасын нығайта түсетін амандасу түрі. Бала жатырқамай өзін еркін сезінуге көмектеседі. Мұндағы ойынымыз құрсаудан құрсауға доппен секіру ойыны. Мақсаты балалардың денсаулыққа, ойынға деген құштарлықтарын дамыту, балалардың дене қимылдарын, бұлшықеттерін жетілдіру, ойын арқылы көңіл күйін көтеру. Ерекше білімді қажет ететін баланы топ балалармен қарым-қатынасын жақсарту. Нәтижесінде ерекше білімді қажет ететін бала
топ балаларымен қарым-қатынасқа тез түсіп, ептілікке, шапшаңдыққа үйренеді, тез бейімделеді. Келесі ойынымыз допты лақтыр. Мақсаты балалардың қол бұлшықеттері мен көздің жақсы көруін жетілдіріп, жақсарту, есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту, тепе-теңдікті, дәлдікті сақтай білуге тәрбиелеу. Мен балаларыммен көбіне шығармашылықта жұмыс жасаймын. Мерхан балам көбіне сурет салғанды, бояғанды жақсы көреді. Келесі сурет салу ойын тапсырмамыздың тақырыбы сайқымазақты безендір. Мақсаты балаларға дәстүрден тыс әдіс-тәсілдері арқылы сурет салғызу, ақыл-ой өрісін дамыту, балалардың суретке деген қызығушылықтарын арттыру. Келесі ойын тапсырмамыздың тақырыбы сиқырлы тамшылар. Мақсаты ойын арқылы баланың қызығушылығын туғызу, бұлтқа түрлі түсті моншақтарды тізбектеу арқылы қолдың ұсақ және ірі моторикасын дамыту және сенсорлық тануын жетілдіру. Тәрбиеленуші нұсқауды түсініп, тапсырманы тыңғылықты орындайды, есте сақтау қабілеті жақсы. Тәрбиеленушінің әлеуметтенуіне, қоршаған ортаға бейімделуіне барлық жағдайлар жасалынды. Барлық мерекелік іс-шараларда ойын ойнап, би билеп қатысады, бірақ сөйлеу тілі жетілмегендіктен тақпақ өлең жолдарын айта алмайды. Қоғамдық ортада өзін еркін сезінуге, өзін басқара білуге, өзі өмір сүретін ортаны толық бағдарлай білуге үйретіледі. Осындай үздіксіз бейімделу жұмыстарында ойын түрлерін көбірек қолданса, жұмыс нәтижесі жемісті болмақ. Мерхан әр күнін достарымен бірге көңілді өткізеді. Бүгінгі вебинарға ерекше білімді қажет ететін балаларды ойын жаттығулары арқылы танымдық дағдысын дамыту тақырыбында ұйымдастырылған іс-әрекетімді ұсынамын. Мақсатым ерекше білім беруді қажет ететін балаларға дидактикалық ойындар ойнату арқылы білімге деген құштарлығын ояту, ауызша сөйлеуге үйрету, сөйлеу тілін дамыту. Ең алдымен балаларға жақсы көңіл күй сыйлауға қызықтыру мақсатында массаж жолы арқылы жүргіздім. Кубизм әдісінде кубикті тастағанда қандай белгі шығады, сол белгі арқылы балалар бір-бірімен амандасады. Ұлы педагог Макаренко: ойын балалар өмірінде өте зор, маңызы бар нәрсе. Үлкендердің қайраткерлігі, жұмысы, қызметі қандай маңызды болса, балалардың ойыны да сондай маңызды делінген. Сондықтан болашақ қайраткер ең бірінші ойын арқылы тәрбие алады. Өздеріңіз білетіндей ойын әрекеті мектеп жасына дейінгі балаларда жетекші болып табылады. Мұғалім-дефектолог арнайы білім беру саласының маманы. Ол балаларды оқыту, дамыту, тәрбиелеу және қоғамға бейімдеуге көмектесетін маман. Ой жұмысымның мақсаты баланың танымдық қабілеттерін дамыту, қоршаған ортаны танып білуге, қабылдауға, қиындықтарын алдын алу және түзету.
Тыныс алу жаттығу ол тілдік тыныс алуын дамыту мақсатында жасалынады. Балалармен бірге көңіл күйлерімізді көтеріп, бір сергіп аламыз. Қолда жаттығуында бірден екі қолмен белгілі бір түстегі тырнақты көрсетуін сұраймын. Бұл ойында баланың ми жарты шарларының әрекетін, кеңістікте ойлау қабілетін, көру координациясы мен реакция жылдамдығын дамытамыз. Міндеттері: арнайы білім беруді қажет ететін баланы диагностикалау барысында баланың ойлау қабілетінің деңгейін анықтау, танымдық қабілеттерінің ерекшеліктерін анықтау және де жалпы танымын, білім-білік дағдыларын деңгейін, оқуға деген дайындығын, қоршаған орта жайлы біліктілігін анықтау болып табылады. Ойын бала қиялын шығармашылық ойлауға жетелейтін тәрбие құралы. Бала әрекетінің негізгі түрі. Ойын арқылы балалар қоғамдық тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Балалармен бойымызды бір сергітіп алып, жаттығуымызды одан әрмен жалғастырамыз. Мозаиканы құрастыру. Бұл ойын балалардың ойлау қабілеттерін дамытады. Келесі жаттығуымыз не өзгерді? Бұл ойында балалардың есте сақтау қабілетін дамытамыз. Тақтаға сурет ілінеді. Одан соң балалар оны көзбен қарап, жаттап алып, көздерін жұмып, балалар қай сурет жоғын табады. Келесі жаттығуымыз түстеріне қарай ажырату. Бұл ойынның мақсаты қолдың ұсақ моторикасы, баланың дамуында үлкен рөл атқарады. Баланың ақыл-ойы саусақтарының ұшында екенін біз бұрыннан білеміз. Адамның миында саусақтардың сөйлеуі, қозғалысына жауап беретін орталықтары өте жақын орналасқан. Ұсақ моториканы дамыта отырып, біз сөйлеуге жауап беретін мидың көші аймақтарын белсендіреміз. Бұл ойында балаларға түстерді ажыратып, ретімен қоюға үйрету, жылдамдыққа, ептілікке баулу. Ұсақ қол моторикасы дамып, балалардың көңіл күйлері көтеріледі. Ойын жаттығулары балалардың танымдық қызығушылықтарын арттырумен қатар, жаңа игерілген түсініктері мен іскерліктерін бекітуге арналған оқыту әдісі. Бұл ойында ермексазды қолдана отырып түстерін ажыратады. Саусақтың ұшымен созу арқылы суретті бейнелейді. Баланың танымдық дағдысы дамиды. Іс-әрекеттің соңында балалар алған әсерлерін смайликтерді таңдау арқылы білдіреді. Ойын арқылы ерекше білім беруді қажет ететін балаларды ортаға бейімдеу тақырыбындағы баяндамамды ұсынғым келіп отыр. Мұндағы мақсатым психикалық дамуы тежелуі бар балалармен дамыту түзету жұмыстарын ойын арқылы жүзеге асыру және де баланың толық дамыған тұлға болып қалыптасуы мен әлеуметтік ортаға бейімделуін қамтамасыз ету. Қазіргі біздің қоғамда бойында кемтарлығы бар балаларды мүмкіндігі шектеулі немесе ерекше білімді қажет ететін балалар деп атайды. Әрине, мүгедек дегеннен әлдеқайда жақсы. Десе де, жаратылысы ерекше осындай жеткіншектердің белгілі бір ортаға сіңісуі қиынның қиыны. Психикалық дамуы тежелген балалар қалыпты дамушы қатарларынан шаршағыштығы мен іс-әрекетке деген қабілетінің төмендігімен ерекшеленеді. Психикалық дамуы тежелген балалардың зейіндері тұрақсыз, тұтас қабылдау мүмкіндігі бұзылған, қимыл қозғалыс координацияларында бұзылыстар байқалады.
Сондықтан психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық қызмет саласының дамуындағы ауытқулары ортаға бейімделу процесінде қиындықтар туғызады. Мұндай қиындықтардың алдын алу мақсатында әсіресе мектепке дейінгі ұйымдарда ойын элементтер әдістерінің маңызы орасан зор. Ойын жалпы баланың танымдық белсенділіктерін арттыратын әдіс. Ерекше білімді қажет ететін баланы ортаға бейімдеу кезінде педагогикалық ұжымның басты міндеті әрбір балаға көңіл бөлу және оның психикалық, физикалық денсаулығына қамқорлық жасау. Осы орайда балабақша мен ата-ананың бірлесіп баланың ортаға жақсы әрі тез сіңісіп кетуі үшін эмоционалды жайлылық пен психологиялық жайлылық сезімін қалыптастырулары өте маңызды болмақ. Себебі бала ең алғаш балабақшаға келген кезде бейімделу жағынан қиындық туғызады. Сондықтан таныстық кезеңін өткізу барысында ойын-сауық сипатында ата-аналарды қамту маңызды болмақ. Жалпы ерекше білім беруді қажет ететін баланы ортаға бейімдеу барысында таңғы іс-әрекетімізде қуанышты кездесулерді жоспарлау маңызды. Мұндағы мақсат достарымен бірге жүруді меңгерту, оларға көңіл бөлу, эмоцияларына жауап беруге ынталандыру, бірлесіп ойнауға, әрекет етуге дағдыландыру. Одан әрі кезеңде театрландырылған жұптық, топтық ойындарды ұйымдастыру. Мұндағы мақсат диалогтық сөйлеуін дамытуға ынталандыру, өзара қарым-қатынастарын жақсарту. Кез келген ойынды ойнату барысында басты рөлге ерекше балаларды тарту маңызды. Ол жерде баланың қызығушылығын, икемділігін, іс-әрекетін толық байқауға мүмкіндік аламыз. Ойын кезінде бала қиратып алмайын, бүлдіріп тастамайын деп қауіптенбейді. Ешбір күдіксіз ойынға еркін кіріседі. Көңілі қалауынша еркін кіріскен ойын үстіндегі қимыл қозғалысы, ақыл-ой жұмсауы баланың шамасына қарай әрекеттенуіне мүмкіндік береді. Сондықтан да баланың ойынға деген ықыластылығы, белсенділігі байқалады. Ойын арқылы баланың бойына сіңірген машығы, тәуелсіздікке қолы жеткен елдің ертеңгі азаматының, азаматтық келешегінің бастауы, болашақ бағыт-бағдардың қозғаушы күші болмақ. Осының барлығы баланың мектепке дейінгі шағындағы үйлесімді және жан-жақты дамуы, ортаға еркін бейімделу үшін атқарылатын істер. Педагог үнемі ізденісте жүрсе, ата-ана бұл үдерісте қолдау көрсетіп, көмекке келетін болса, жұмыс табысты болмақ. Назарларыңызға рахмет. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу бөбекжайының логопед-дефектологы Құрманғалиева Жаңыл Айғасатқызымын. Оқыту және тәрбиелеу мақсатында бағытталған тапсырмаларды
түрлендіре отырып, бүлдіршіндердің білім деңгейін көтеруге бағытталған түрлі әдіс тәсілдермен бөлісіп тәжірибе алмасуға болады. Қазіргі таңда заманауи техника мен технологиялардың дамып жатқан заманында әрбір білім беру ұйымдарында талап күшейтілуде. Яғни заманауи педагог, шығармашыл педагог және бәсекеге қабілетті, білімді, интеллектуалды бала тәрбиелеу. Алдымен педагог-дефектолог деген кім және ол қандай болу керек? Педагог-дефектолог зерттеуші, креативті ұйымдастырушы, мықты маман болу керек. Ал ендеше мен өз жауабымды өз іс тәжірибемен нәтижесімен көрсетемін. Олай болса, кеттік. 21 жылдан бастап балабақшамызда инклюзивті білім беру қолға алынып, арнайы кабинет ашылып, ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс жасап бастады. Балабақша педагогтарының барлығы инклюзивті біліктілік арттыру курсынан өткен. Сондықтан әртүрлі диагнозы бар балалармен жұмыс жасау қиындық туғызбады. Бірақ әдістемелік кітап құрал жабдықтардың жетіспеушілігі бар. Осылардың шешу барысында біз балабақшашылық семинар ұйымдастырып, онда өз тәжірибемізбен бөлісіп, тәрбиешілер мен ата-аналарға кеңестер берілді. Жоспарға сәйкес педагогикалық кеңесте 22-23 жылдарына арналған мандала жобасы жасақталды. Жоба мақсаты ерекше білімді қажет ететін балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеу және жан-жақты тәрбиелеу. Ата-аналарға қолдау көрсету, педагогикалық психологиялық кеңес беру. Жоба 3 кезеңнен жүргізіледі. Бірінші кезең балаларды бейімдеу кезеңі және бақылау жүргізу. Екінші кезеңде дамыту және түзету жұмыстары. Үшінші кезеңде ата-анамен жұмыс, отбасындағы әлеуметтік жағдай анықтап, жеке басының қасиеттеріне бақылау жүргізу, диагностика жасау. Осы кезеңдегі ұйымдастыру барысында жоба іс-шаралары жүзеге асырылды. Балалармен жеке және топтық жұмыстар жүргізілді. Жоба жұмысын қорытындылай келе мониторинг нәтижесінде кейбір кемшілік пен қасиеттерді ескеріп, ерекше білім қажет ететін балаларға және ата-аналарға үй жағдайында қолдануға арналған сыйқырлы өрнектер кітабында дамытушы ойындар жиынтығы бар кітапша таратылды. Бұл кітап педагогтерге және ата-аналарға керекті көрнекі құрал. Балалардың ойлау қабілетін және сензорикасын, қиялын және тілін дамытады. Ата-аналар үй жағдайында тәрбиешімен байланса отырып, керекті тақырып бойынша баламен жұмыс жасап, дамытып отырады. Кейбір ерекше білімді қажет ететін балалар өзі жекеленіп ойнағанды қалайды және оларға кітапшаға берілген кейбір дамытушы ойындар қол моторикасын, қиялдауын, ой өрісін дамытуға көмектеседі. Осы әдістемелік құрал педагогтар мен ата-аналарға тиімді нәтиже болды. Жұмыс нәтижесінде 2022 жылы ерекше білімді қажет ететін балалар арасындағы Үміт аудандық шығармашылық өнер фестивалінде тәрбиеленушім Тоғжан 2-ші орын, Әміре ынталандыру номинациясымен марапатталды. Қазіргі таңда Әміре ерекше білімді қажет ететін балалар тізімінен шығарылып, әлеуметтік ортаға бейімделіп, яғни жалпы дамытатын үлгідегі балалармен бірге тәрбиеленуде. Бұл менің жұмыс тәжірибемдегі үлкен жетістігім. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба балалар? Ал бірінші балалар, біз бірінші танысып алайық, иә? Атымыз кім? Айсана. Марфуға. Орынбек. Ал менің атым Жаңыл. Бүгін қызықты сәт. Бірінші көңіл күйімізді біліп алайықшы. Біздің көңіл күйіміз қандай? Қандай? Көңіл күйіміздерің жақсы ма? Қандай болып тұр? Қане, Орынбек барықшы. Біз қазір қай жерде отырмыз? Балабақшада отырмыз, иә? Ал балабақшаға неге келеміз? Таппақ айту үшін. Ән демеміз, иә? Маған балабақша ұнайды. Балабақша ұнайды маған. Маған балабақша ұнайды. Менің арманым қош ұнайды. Самолет ұнайды. Мен басқында жүзетінге барамын. Мына Астанаға бару. Ақтауға барып амандаймын. Ақтауға күтіп су басы. Менің арманы Алматы бар. Мен деген анам Алматыда батутта секіремін, ойнаймын. Маған мектепке барған ұнамайды. Мен балабақшаға жүре беремін. Саламат.